Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша келешектің ғылымы тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 92-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөлшектерге бөлу, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру. Өз ойын, сезімін, көз қарасын өмірде болған өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстырып отырып білдіру. Дескрипторы оқу түрлерін қолданамыз, шығармашылық жұмыстар жасаймыз. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Келешекте қай ғылым саласы өте қажет болады? Мына суреттерге назар аударыңдар. Қай салаларға тән қызметтер деп ойлайсыңдар? Медицина, химиялық зерттеулер, компьютерлер, бұлардың барлығы келешекке қажетті заттар. Заман талабына сай дүниелер. Ендеше химия ғылымы дегеніміз не? Ол нені зерттейді, білесіңдер ме? Ендеше келесі бейне жазбаны қарауды ұсынамын. Химия. Химия ғажайып ғылым. Ол біз күнделікті кезіктіретін пайдалы және зиянды заттарды зерттейді. Химиямен айналысатын ғалымдарды түрлі заттардың ішіндегі болатын денелер және оларды қалай пайдалануға болатыны қызықтырады. Өйткені кейбір заттар пайдалы болса, кейбіреулері керісінше адам өміріне қауіпті болып келеді. Химиктер үнемі зерттеу үстінде жүреді. Бір, екі немесе одан да көп элементтерді бір-біріне қосып, тәжірибелер жасайды. Өйткені олар әлемдегі кез келген құбылыстың сырын ашуға көмектеседі. Алған нәтижелерін дәрігерлерге, құрылысшыларға және де басқа да мамандық иелеріне ұсынады. Ал олар оны күнделікті тұрмыста пайдаланып, халық игілігіне жұмсайды. Міне балалар, химия ғылымы жайлы, химия саласы жайлы үлкен ақпарат алдық. Ендеше алыптардың айтысы өлеңін түсініп оқыңдар. Және де сол түсініктерің бойынша іздену жұмысын жасаңдар. Электр қуаты тіршілік көзі тақырыбы бойынша айналаңнан мысалдар ізде. Және адам өлеңдегі үш алыпты қалай сипаттап бағалады? Осы сұрақтарға жауап беріңдер. Және де үй тапсырмасы қорытындылаңдар. Тоңазытқыштың қуанышы тақырыбында жоспар бойынша мысал құрап жаз, немесе суретін сал. Жоспар. Тоңазытқыштың портреті. Тоңазытқыштың қуат көзіне өкпесі. Және де тоңазытқыштың қуанышы. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.